Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге біз дәмі өте керемет үй жағдайында сәбізден жасалынатын керемет дәмді пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп алғаннан кейін 180 грамм қантымызды қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Қыздар, міне дәл осы қоспамызға 90 мл сұйық майымызды, қопсатқышымызды және де ванилинді, 180 грамм ұнымызды қосып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызға үккіште майдаланып өткізілген 200 грамм сәбізімізді және де өз қалауларыңыз бойынша мейіздерімізді қосып, тағы да қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Дайын болған қамырымызды осындай 22 диаметрлі формаға құйып, 180 градуста 40-50 минут бойы пісіретін боламыз. Қыздар, міне сіздермен жасаған пирогымыз дайын. Кескен кезде өте жұмсақ, дәмді, осындай көлемі де үлкен болып шықты. Қыздар, бетін әсемдеу өз еріктеріңіз бойынша, немесе жай ғана сахарная пудра сеуіп қойуға болады, түрлі жеміс жидектермен дәрілеуге болады. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.